Енді ең көп кездесетін аурулардың бірі ол грыжа. Белде протрузия, грыжа, бел ауруы болады. Бірінші тұрып отырып жасайтын жаттығуға қарағанда ең жеңілін жасайды, жатып жасайтын. Жатып жасаған кезде денені қыздыру мақсатында денені қыздыру мақсатында аяғын былай созып, бірнеше рет осылай қозғалса болады. Аяғын айналдырып, ішке, сыртқа, сосын аяқты түсіріп, көтеріп деген сияқты осылай қозғауға болады аяғын. Моншақты рет та. Одан кейін дене қызғаннан кейін жаймен белге кірісе бастаймыз. Белді осылай көтеріп, мысалы мен қатты көтеріп тұрған жоқпын, сәл ғана көтеріп отырмын. Бел ауыратын кісілерге сәл көтерсе болады осылай жеткілікті. Көтеріп 1, 2, 3 түсіреміз. Қайтадан 1, 2, 3. Белі жақсы бола берсе, уже побольше көтере бастайды. Биіктеу көтере бастайды. Бірден биік көтеретін болса, оның беліне грыжасында, протрузиясында қысылып қалуы мүмкін. Сол себепті жай-жайдан бастау керек жаттығуды. Келесі жаттығу. Былай, оңға, сосын солға. Әр жаттығудың арасында бір 3-4 секунд перерыв болу. 1, 2, 3 жібереміз. Екінші жаққа. 1, 2, 3 жібереміз. Дәл осылай бірнеше рет қайталайды. Одан кейінгі жаттығу осылай жатқан кезде жамбастығын тырыстырады. Жамбастың бұлшығын тырыстырады, босатады, тырыстырады, босатады. Именно седалищный нервқа біз расслабление береміз сол кезде. Сол кезде аяқтың жұмысы жақсарады. Кейбір кісілер аяғым тартылып қалды, аяғым ауырады дейді, сол именно седалищный нервқа қысып қалады. Одан кейін уже қиындата бастаймыз. Аяқты көтереміз да оңға қарай құлатамыз. Жаңа көрсеттім ғой, именно белмен жамбасты барлығын соза бастады. Бірнеше секунд осылай ұстап жатады. Жібереді. Екінші жаққа қарай дәл солай қайталайды. Қол мына жақта тұрады, аяқты мына жаққа созамыз. Бұлай тізені құшақтап жатады. Бұл кезде тұр жамбасы бұлшықеттерін созады осылай. Бірнеше секунд ұстап жатады и жібереді. Негізі 30 секундқа дейін ұстауға болады. 10 секундпен 30 секундтың аралығында істеуге болады. Аз дегенде 10 секунд, ұзақ дегенде 30 секундқа дейін істесе болады. Келесі жаттығу енді етпетімен жатып. Етпетімен жатқан кезде біріншісінде ең жеңілі аяқты көтереді да оңға солға құлатады. Осы кезде жамбас, бел жақсы қозғалады, сүйектері. Бірнеше рет қайталайды осылай. Одан кейін белді укрепляющий жаттығу бұл. Бұлшықеттерін шынықтыратын жаттығу. Бұлай көтереді, түсіреді. Жаттығулардың түрлері бөлінеді. Укрепляющий болады, расслабляющий болады, растягивать ететін болады, созатын. Одан кейін подвижный, қозғалысын жақсартады. Мысалы, мына жаттығу жаңағы істегеніміз қозғалысын жақсартады. Белдің сүйектердің, бұлшықеттердің қозғалысын жақсартады. Мынау укрепляющий. Аяқты көтеріп, бірнеше секунд ұстап тұрады и жібереді. Екінші жаққа дәл солай түсіреді. Осылай 10 шақты рет қайталайды. Келесі жаттығу растяжка, белдің растяжкасы. Белдің растяжкасы осылай қолды тіреп аламыз да и артқа қарай отыра бастаймыз. Сол кезде белдің бұлшықеттерінің барлығы осылай созыла бастайды. Осылай бірнеше секунд ұстап тұрамыз, қалыпқа келеміз. Қайтадан жаймен отыра бастаймыз. Ауырсын осы жерде болды ма, сәл тұра тұрамыз. И сосын төмен қарай түсе бастаймыз. И жаймен осылай до конца отыруға тырысамыз. Бірнеше секунд ұстаймыз, сосын қалыпқа келеміз. 10 шақты рет қайталаймыз жаттығудан. Одан кейін барып, енді X-образды, мысалы, аяқты мына жаққа. Мысалы, қазір мен оң жамбасты бұлшықетін созып жатырмын бұл жағдайда. Қайтадан қалыпқа келемін. Екінші сол жаққа қарай. Осылай тоже 10 шақты рет қайталаймыз. Бастапқы уақытта 10 шақты рет, сосын жайлап көбейте береміз. 20, 30, 40, 50 деп кете береміз. Күннен күнге көбейте берсек жақсы. Одан кейін бүкірейу бар. Бұлай бүкірейеміз, барынша максимально. Ұстап тұрамыз, сосын түсіреміз. До конца түсіруге тырысамыз, белді босатуға, расслабление етуге. Бел ауыратын кісілер тырысып қалады да, енді до конца жібермей ұстап тұрады осылай. Негізі до конца жіберу керек.
Бүкіреміз. Қайтадан босатамыз. Бүкіреміз. Қайтадан босатамыз. Тоже бірнеше рет қайталаймыз. Одан кейін, мысалы, жаңа созылу бар ғой осылай қолда. Осының екінші түрі бар. Төмен оңға қарай созылған кезде бізде оң жақтың бұлшық еттің барлығы созылады. Максимально қаншалық істей алады, соншалықты созыла берсе болады. Енді қалыпқа келеміз. Наоборот, мына жаққа созыламыз. Ұстап тұрамыз. Қайтадан қалыпқа келеміз. Осылай бірнеше рет қайталасақ болады. Келесі растяжка белдің бір аяқты осылай алға қоямыз. Сосын міне осылай созамыз. Сол кезде мына жақтың, оң жақтың бұлшық етін созамыз осы кезде. Сол аяқтың алдыңғы жағы созылады. Тақылы облыс созылады осы кезде. И енді келесіне наоборот. Мына аяқты прямо созамыз да, мына аяқты астында қалдырамыз. Қайтадан қалыпқа келеміз. Бұл грыжаның отырып, жатып жасайтын жаттығулары. Одан кейін тұрып, белді айналдыратын бар, белді созатын бар, оңға, солға созатын бар. Мысалы, грыжалардың көбісінде, мысалы, тұрып жасаған кезде, бірінші жаттығу мынадан бастаудың керек жоқ былай. Артқа қарай. Мысалы, белді айналдырған кезде де біз полукруг, половина круг деген мысалы қарай кейде бар. Кейде кісілер, мысалы, арт қарай еңкейді, былай создық, мына жақтан былай қайта сыза болады да. Арт қарай қатты былай еңкейсе, грыжа тоже қысылып қалуы мүмкін. Бастапқы уақытта жеңілді оң жаққа, сол жаққа, алға қарай еңкейсе болады. Кейде кісілер қолы мына жерге дейін жетеді, біреулердікі мына жаққа дейін жетеді, біреулердікі до конца жетеді. Әр кісіде әртүрлі. Мысалы, бүйтіп істей алмайтын кісінің барынша қинауға тоже болмайды да. Өзінің өрген осы жер ма, күнде осы жерге қайталай берсін, жемен төменге түсе береді ол кісі. Күннен күнге растяжка жақсарған сайын төменге түседі. Сол бірінші ошибка жаңа жібермеуіміз керек. Қатты нагрузка жаттығулардан бастап, қатты ауырсынды жібермеуіміз керек. Ертең ауырып қалса, ол кісі ол жаттығудың бәрін жинайды, істемей қояды. Сосын айтады, жаттығу маған көмектесті деп. Өйткені ол кісі ошибка қай жерден жіберді? Ауыр жаттығулардан бастап, жеңіл жаттығудан бастап, күшейте береміз.